ата-енемен тұрамыз, ұялмай түнімен болады, дауыстарын шығарып, дұрыс па? Әрине дұрыс емес, бұл жерде сізді қолдаймын. Біріншіден, олар ата-ене. Екіншіден, олар болмау керек. Үшіншіден, бола ма, даусын шығармау керек. Төртіншіден, тыныш ертерек ұйықтау керек деп айтады деп ойладыңыз ба? Енді ол да адам ғой, сіз сияқты олар да қалайды, болғысы келеді. Әлі жас шығар былай айтқанда, 50-55-те немесе қазір 40-тағылар да ата-ене болып жатыр ғой былай айтқанда. Поэтому сен қалай болғың келеді, олар да солай болғысы келеді, болады. Сол үшін неңіз бар, қалай болады, даусын шығара ма, шыңғыра ма, секіре ма, үйді бүйтіп айтқанда шулата ма, өздері білет былай айтқанда. Тыныш қана бола алмайсыз ба? Сіз олай істей алмайсыз ба? Бір жеріңізді қысып қана ұйықтаңызшы, айналып кетейін құлағыңызға беспроводной наушник тығып.